Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмі тіл үйіретін, мөлдір, түрі қанық болып шығатын алма тосабын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге алма және қант қажет болады. Алмамызды дәл осылай 4 бөлікке бөліп, ішіндегі дәнін, құрт жеген бөлігін барлығын тазалап аламыз. Тазаланған алмамызды осындай кесеге салып, өлшеп, мөлшерін алып отырамыз. Достар, менің арнам сіздерге ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта дәмі тіл үйіретін керемет рецепттер болады. Жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Достар, менің алмам дәл осындай кесемен 5 кесе болды. Осы кесемен алманың үстіне 5 кесе қант саламын. Қантымызды салып болғаннан соң, жақсылап араластырып 5-6 сағатқа қойып қоямын. 5-6 сағаттан соң қантымыз еріп, алмамыздың нілі шығады. Сонан соң баяу отқа қойып 1 сағат көлемінде қайнатып аламыз. Міне достар, менің тосабымды қайнатып болдым. Өте мөлдір, керемет, дәмді болып шықты. Достар, сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп қолдағандарыңызға алғысым шексіз.